Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз бауыр циррозы. Жалпы бауыр циррозы дегеніміз бұл бауыр жасушаларын зақымдап, фиброз дамитын және бауыр құрылым бөліктерінің өзгеруі. Осы порталдық гипертензия мен бауыр жетіспеушілігін тудыратын бауырдың созылмалы, көп себепті жайылмалы ауруы болып табылады. Бұлар жалпы ерте кезеңдерде бауыр циррозы симптомсыз, яғни ешқандай белгісіз өтуі мүмкін. Алғашқы белгілердің бірі бұл астеникалық синдром деп атайды, яғни бұл көбінесе шаршау, мысалы ұйқының болмауы, ашушаңдық, аздап салмақты жоғалту деген сияқты. Бұл шамамен басқа адамдарға көп бұл ауру білінбеуі мүмкін, яғни қалыпты жағдайда болуы мүмкін, немесе басқа аурулармен байланысуы мүмкін. Енді бауыр циррозына алып келуші себептерге тоқталатын болса, біріншісі бұл алкогольдік болуы мүмкін, және де алдыңғы сабақта айтып кеткеніміздей созылмалы гепатиттің қоздырушысы В вирусты гепатит дедік. Созылмалы гепатит асқынған жағдайда, яғни ақыры бауыр циррозға алып келуі мүмкін. Яғни осыдан шығатын қорытынды вирустық гепатит және де С жаңа вирусты гепатит себебі болуы мүмкін. Және де бауырдың паразиттік аурулары, содан кейін аутоиммунды аурулар болуы мүмкін, тұқым қуалаушылық болуы мүмкін, және де неше түрлі вирустар, яғни саңырауқұлақтардың әсерінен болуы мүмкін, және де белгілі бір дәрі-дәрмекті бақылаусыз, дәрігердің кеңесінсіз адам өз бетінше қабылдауы, яғни шамадан тыс дозада қабылдауы осы дәрі-дәрмектің әсерінен болуы мүмкін. Және де дұрыс тамақтанбау. Және де классификациясы бойынша, этиологиясы бойынша және морфологиясы, морфогенезі, фаза бойынша белгілі бір топтарға бөлінген. Этиологиясы бойынша бұл инфекциялық, токсикалық, аллергиялық, өт жолдары, метаболизмдік және дисциркуляциялық және криптогендік. Криптогендік деген бұл белгісіз этиологиясы арқылы осы бауыр циррозына шалдыққан топқа жатқызады. Морфологиясы бойынша бұл гистологиялық және де макроскопиялық өзгерісі бойынша қарастырады. Морфогенезі бойынша портальды, постнекротикалық аралас болуы мүмкін. Ал фаза бойынша активті, пассивті, яғни белсенді, енжарлы деп бөліп қарастырады. Жалпы бауыр циррозының клиникалық көрінісін қарастыратын боламыз. Бұл жаңағы аурудың даму кезеңіне байланысты. Яғни көбінесе осы іштегі ыңғайсыздық, температураның жоғарылауы, буындардағы ауырсыну, салмақ жоғалтумен сипатталатын асқазан ішек жолдарының бұзылуы болуы мүмкін. Және де тұрақты әлсіздік болуы мүмкін, жүрек айну, құсу деген сияқты симптомдар қарастырылады. Ал даму кезеңінің ауыр кезеңі бұл жаңағы сарғаюмен, асқазан ішек жолдарының тамырларының кеңеюі, және де аститпен, яғни құрсақ қуысының көлемінің ұлғаюымен сипатталады. Жалпы осы жаңа айтып кеткендей терінің және шышты қабаттардың сары реңктері осы қанда билирубин өт құрамына кіретін пигмент тым көп жиналған кезде пайда болады. Яғни циррозда сарғаю гепатоциттердің зақымдалуымен байланысты паренхималық сарғаю деп аталады. Мұндай сарғаю кезінде зақымдалатын бауыр жасушалары билирубинді қаннан ұстап, оны глюкорон қышқылымен байланыстырып, өт жолдарына жібере алмайды. Сондықтан да қандағы жанама билирубин деңгейі көтеріледі де, қандағы тікелей билирубин деңгейінің жоғарылауымен өт жолдарының қан тамырларына билирубиннің реабсорбциясы жүруі мүмкін. Және де тағы бір симптом, бұл жаңағы қышу, яғни денеде қышу белгісі. Бұның механизмі қандағы өт қышқылдарының құрамының жоғарылауы осы жүйке ұштарын тітіркендіреді, сондықтан да науқаста қатты қышу белгісі болады. Және де осы бауыр циррозы кезінде жалпы зәр анализында несеп қара түсті болады. Бұл қара түс болу себебі пигмент денеден бүйрек арқылы шығарылғандықтан несеп қара түсті болады. Және де осы медоза басы деп айтамыз. Және де астит белгілері қалыптасады. Бұл ауыр түрінде қалыптасуы мүмкін. Яғни бұл өсіп келе жатқан дәнекертің бауырдың веноздық тамырларын және де соның ішінде осы іш қуысы мүшелерінен қан жинайтын және оны бауырға апаратын үлкен порталды венаны механикалық түрде қысып тастайды. Соның әсерінен гепатоциттер қанды улы заттардан тазартады. Порталды веналар жүйесінде қысымның жоғарылауы осы порталдық гипертензия деп аталады. Және де бұл жағдай бауырдың көптеген ауруларының, соның ішінде цирроздың қауіпті асқынуы болып табылады. Порталды гипертензияның белгілеріне қан кету қаупі жоғары, өңеш пен асқазанның варикозы кеңеюі, және де іштің алдыңғы қабырғасында бұралған кеңейген сафенозды веналардың пайда болуы, яғни осыны медоза басы деп айтады.
және де осы іштің ұлғаюы жатады. Бұны астит деп атайды. Астит бұл жаңағы іш қуысында сұйықтықтың қалыптан тыс жиналуы, декомпенсацияланған цирроздың міндетті осы симптом қалыптасады. Келесі бауырдың зақымдалу кезеңдерін атап өтеміз. Бірінші кезеңі бұл компенсация кезеңі. Бауыр тіндерінде қабыну некротикалық процесінің біртіндеп дамуымен сипатталады, яғни бұл көп жағдайда симптомсыз болады. Кейде науқастар жалпы әлсіздіктің, шаршаудың, тәбеттің бұзылуын атап өтеді. Және де көптеген адамдар бұндай белгілерді елемейді, яғни мән бермейді. Олар көбінесе витамин жетіспеушілігімен немесе қарқынды физиологиялық жүктеме жасағаннан немесе психикалық стресспен байланыстырады. Осыған байланысты патологиялық процесс дамып бірте-бірте келесі кезеңге өтеді. Бұл кезеңдер қайтымды процесс болып табылады, яғни осы бауыр циррозының алдын алған жағдайда. Және де бауыр циррозының екінші сатысы бұл субкомпенсация сатысы, бұл аса ауыр белгілермен бірге жүреді. Бұл патологиялық процестің ағымымен дәнекер органның ұлғаю аймағын алады. Бауыр тығыз бетке ие болады да, пальпация кезінде оның өзгерістері сезіле бастайды. Көбінесе циррозбен іш қуысында бос сұйықтық жиналады. Мұндай патологиялық құбылысты айтып кеткенде астит деп аталады. Терінің қышуы пайда болады, тері сарғайып, дене қызуы аздап көтеріле бастайды, ауырлық сезімі пайда болады, және де жүрек айнуы пайда болады. Өт бөлінуімен құсу пайда болуы мүмкін, және де тәбеттің айқын төмендеуі байқалады. Тағамның бөліктері айтарлықтай азаяды да, сондықтан да бұл жерде, бұл кезінде науқас салмағын күрт жоғалтады, яғни сразу артап кетеді. Және де зәр мен нәжіс түсінің өзгеруі осы өттің ағынның бұзылуына алып келеді. Және де ол нәжіспен бірге денеден шықпайды, бірақ ол зәрде қалып қояды. Сосын үшінші кезеңі декомпенсация кезеңі, бұл өте ауыр кезең болып саналады. Себебі бұл кезде аурудың ауыр асқынуының дамуымен байланыстырады. Яғни бауыр комасы болуы мүмкін, пневмония, сепсис, вена тромбозы, және де осы қызыл еттің кенеттен ашылуы, және де мұрын, содан кейін қан кетулер, асқазан ішек жолынан қан кетулер болуы мүмкін. Және де соңғы кезең бұл өте ауыр кезең болып табылады. Бұл кезең тіпті бұл емдеуге немесе ем алуға дәрі-дәрмектің көмегімен ондай емдейтіндей кезең емес, бұл өте ауыр кезең болып табылады. Бұның асқынулардың жоғарғы қаупі бар, яғни бұл арғарата бауыр комасы болуы мүмкін, қан кетулер, көптеген мүшелер жеткіліксіздігінің дамуы, және де айтып кеткендер ешқандай препараттар, ешқандай дәрі-дәрмектер көмектеспейді. Тіпті операцияда көмектеспеуі мүмкін. Тек қана донорлық органды трансплантациялау арқылы осы бауырдың, яғни науқасты жазып аяқтырып шығуымызға болады. Диагностикасына тоқталатын болса, жалпы диагнозды бізге кім қояды? Диагнозды жалпы гепатолог пен гастроэнтеролог қояды. Бұның диагнозын анамнезіне, клиникалық тексеруіне, қанның, нәжістің, зәрдің зертханалық зерттеулерден аспаптық диагностикасының әдістерін негізін қорытындылап, саралап, талдай отырып, осындай диагнозды қояды. Қан анализінде біз не көреміз? Біз анемия, яғни гемоглобиннің төмендеп кетуі, және де тромбоциттің, лейкоциттерінің күрт төмендеуін анықтаймыз. Және де қан анализі, яғни биохимиялық қан анализі кезінде бауыр ферменттерінің белсенділігінің өзгеруі, билирубин, натрий, калий, креатинин, мочевина, альбуминнің деңгейін, және де қандағы жалпы ақуыздың өзгеруін байқаймыз. Циррозды қалай емдеуге болады? Циррозды біріншісі бұл диета, яғни асқынбаған жағдайда диетаның қолға алуы арқылы бұның алдын алуға болады, және де емдеуге болады. Алкогольдің бауыр жасушаларына уытты әсеріне байланысты оны қолданудан толық бас тартуымыз керек. Және де циррозға арналған тамақтану бұл толық және жоғары калориялы болу керек. Себебі бұл айтып кеткендей циррозбен ауыратын науқастарда көпшілігінде, почти барлығында дене салмағы төмен болады. Яғни бұған қандай тамақтар жеу керек? Бұларға барлық тамақ көзі болады. Бірақ та оның бойында, бір айта кететін жайт, оның бойында ісік пен астит болған жағдайда судың мөлшерін азайтқан дұрыс, яғни сұйықтықты аз ішу керек.
бірақ та ондай патология болмағаса етті, тауық, жұмыртқа деген сияқты ақуызға бай, калориясы көп тамақтарды жеген дұрыс. Бірақ мысалға консерва деген сияқтылар оларды жемеу керек, себебі оның тұзы көп, яғни натрий көп қолданған, сондықтан да ондайларды көп жемеу керек. Бауырдың жағдайын сақтау және жақсарту үшін гепатопротекторлар және де холеритикалық препараттар, витаминдік терапия тағайындалады, және де хирургиялық араласу, яғни консервативті терапияның тиімсіздігі үшін осы хирургия пайдаланады, яғни тағайындалады. Науқас зардап шеккен органды трансплантациялаудан өтеді, егер де операция көрсеткіштері мен мүмкіндіктері жақсы болатын болса. Бұның арнайы бір алып бара жатқан профилактикасы жоқ, бірақ та бұның жалпы цирроздың даму ықтималдығын азайту үшін басында айтып кеттік, созылмалы гепатиттің қоздырғышы В вирусты гепатит деп. Ол созылмалы гепатиттің ақыры бауыр циррозына алып келеді. Сондықтан да В гепатитіне қарсы вакцина алу керек. Салмақты бақылау, яғни салмақ тым аз болмау керек, немесе тым көп болмау керек. Салауатты өмір салтын ұстану, мүмкіндігінше стресс, депрессия, жаңағы ашушаңдық дегендердің барлығын болдырмау керек. Және де қауіпті өндірісте жұмыс істегенде қауіпсіздіктің барлық талаптарын сақтауымыз керек. Өзін-өзі емдеумен және дәрі-дәрмектерді бақылаусыз қабылдаумен айналыспау. Сіздермен болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңыздың денсаулықтарыңыз аман болсын. Қош сау болыңыздар.